Көкбет өте нашар әйел Мереке Қалбаева өзінен 6 жас кіші күйеуіне тұрмысқа шыққанына неге өкінгенін айтты. Көптеген көрермендері бар Арсен мен Мерекенің отбасылық өмірі көпшілікке қызық екені жасырын емес. Отбасылық өмірі туралы әзілкеш Мереке Қалбаева өзінің Instagram парақшасында бөлісіп отырады. Ол әлеуметтік желіде өзінен 6 жас кіші күйеуіне тұрмысқа шыққанына қатты өкінген кезін еске алып, оқырмандарына бөліскен екен. Негізі мен көпшілікке Көкбет өте нашар әйел болып көрінемін. Мүмкін ол рас шығар. Өйткені ең басында Арсен екеуміз отбасы құрған кезде мен 27 жаста болдым. Өзім би, өзім қожа болып үйреніп қалған адаммын. Жас күйеуді тыңдағым келмейді. Ол жас күйеудің қырсық мінезі бар. Екеуміз бір-бірімізді тыңдағымыз келмей, біраз күйдіргенбіз. Мен оны тыңдағым келмейтін, ал ол мені тыңдатқысы келетін. Ол қырсық, тұйық болды. Танымайтын адамдарға ашыла бермейтін. Ал мен керісінше көпшіл едім. Алғашында қатты қиналдық. Мен неге тұрмысқа шықтым деп өкіндім. Бірақ мен қазір бір нәрсені түйдім. 6 жылдық отбасылық өмірде менің түсінгенім, 1000 жерден мықты әйел болсаң да, сұмдық ақша тауып отырсаң да, күйеуіңді сыйламай, одан бір саты төмен тұрмасаң, еш нәрсенің пайдасы болмайды. Тапқан ақшаң мен отбасының берекесі қашып, шырқы бұзылады. Кез келген мәселенің шешімі бар, деді актриса.